Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. Мен бүгін сендерге блоксрутта скоро қандай обновление шығатынын айтып беретін боламын. Ол обновление дракон, реворк, в общем, обновленияда не болады, соның барлығын айтып беремін. Ал кеттік. Ал өздерің білетіндей блоксрут бізді алдыңғы жылы пайт қадап кеткен болатын. 2023-те дракон реворк шығады деп айтып, өздері фото барлығын шығарып, өздері шығармай кетіп бізді қадап кеткен болатын. Ал енді примерно айтайын сендерге, скоро Хэллоуин, алдыңғы жылы 31 декабрьде осындай Хэллоуин шығып, бізде осы Ghost Fruit'ын реворк жасады. Ал осы жылда осы 31 күні дракон реворкпен бірге шығады деп ойлаймыз. Одан кейін блоксрут бізді 2 жыл күттіріп қойды. 2 жыл күттіріп, бізге осындай фигняларын пихать ете береді, осындай адам түсінбейтін нәрсе фотоларын. Вообще мынау бомба жарылып жатыр. Вообще мына жерде Тирекс, қазір қараңдар, мына жерде Тирексті вообще қолмен бір бәле ұстап тұр. Бұл не? Осындай болмайтын нәрселерді, в общем, 2-3 ай сайын салады, адамдардың бәрін күттіргізіп қояды, типа обновление шығатын сияқты. Солай уақытты созып жіберді енді. Ал бізде көп күттірген дракон реворктың суреттерін көрсетті, слифтарын. Бізде драконның фруктының түрі осылай өзгереді. Қолға ұстағанда да осындай түрі де өзгереді, біраз нәрсесі өзгереді. Оның бағасы да барлық жағы өзгереді. Содан кейін бізге оның скиллдарын көрсетті. Мына осындай бір скиллы. Бұл негізі драконның скиллы ма, или бізде бір тағы да бір меч шығады. Драконный трайдент па, жоқ емес. Тағы да бір меч шығады. Соның скиллы вроде. Ал мынау енді точно драконның скиллы. Мынау бірінші скиллы драконның, жоқ, бірінші емес, екінші скилл. Драконның екінші скиллы ол бізде. Ал бізде тағы да бір бізге скилл көрсетті. Бұл да драконның бір скиллы. Қарап тұрсаңдар, дракон фрукты тұр астында, дракон фрукты ұстап тұр. Ал бізде тағы да бір драконның трансформациясының суреті бар. Бізге оны алдында көрсетіп қойған. Осындай өзгереді. В общем, телефоны қададыңдар, сендерге дракон фрукт не советую деймін. Ал бізде келесі, бізге дракон фруктыма или хэллоуинский бір бәле ма, осындай фото көрсетті бізге репиндер атағыда. Бұл жерде не деп ойлайсыңдар? Бұл жерде мен білмеймін. Драконның трансформациясы бізде басқаша скилл, бұндай скилл болуы мүмкін емес. Енді бұл хэллоуинға ұқсайды, хэллоуин тыквасына ұқсай ма, сондай бір бәле, короче, білмеймін, түсінбеймін, бұндай порталда ғана болған ондай скилл бізде. Ал бізде келесі новый раса, блоксрутқа наконец-то новый раса қосады, столько жыл өткеннен кейін. Ал бұл бізде раса, драконий раса деп аталады. Сендерде драконның қанаты пайда болды арқаларында. Бұны қалай алу керегін енді білмеймін, енді точно оны сендер бит мейнік, шарк, хуман сияқты 3000 фрагментке ауыстыра салып аламайсыңдар. Оны гарантия беремін, сендерге өйтіп аламайсыңдар. Бұған да біраз нәрсе істеу керек сияқты. Бізде новый босс шығуы мүмкін, андай дракон, осы Кайдо шығуы мүмкін. Сол Кайдоны жеңіп сердце ма, білмеймін, бір бәле шығуы мүмкін енді. Сондайларды алып, өздеріңе дракон расаны алу керек болып тұр, солай. Киборг сияқты бір бәле қиын задание шығады, короче. Солай аласыңдар. Келесі новый стиль боя, ол енді бізде білесіздер, дракон талон, оның расасы болмаған, бүкіл расада өздерінің стиль боялар болған. Ал бізде только драконда ғана болмаған. В общем, дракон талонда ғана өзінің расасы болмаған. Енді осы дракон расаға қосып, осындай дракон талонды версия 2-ін реворк қылып жасап жатыр. Өйткені оның версия 2-і да версия 1-де говно, өздерің білесіңдер. Оны реворк жасамаса өте позор болады. Ал кеттік келесіге. Ал бізде келесі Гидра островын реворк жасайды. Реворк енді переделать етеді. Осындай өзгертіп тастайды ішінің бәрін. Освещение, остров Вано сияқты қылып тастайды, короче. Андай айта алмай, ішінде сакура ағаштары жапырақ шашып, короче. Ішін зорлайын деп жатыр, бұл жақтың да. Бостардың түрін өзгертеді деп ойлаймын енді. Бізде білесіңдер, бостардың түрлері қандай екен. Ал бізде келесі, не деп ойлайсыңдар? Бізде келесі урон алсаң, осындай NPC-лардан или адамдардан ба урон алсаң, осындай эмоциялар өзгерді енді. Сендер урон десеңдер, шамал артқа бит теу жүрген адам ұқсап не істемейсіңдер. Енді адам ұқсап урон дейтін болсыңдар. Ал кеттік басқасына. Ал енді келесі мен өзім 1000 жыл күткен нәрсе бұл. Енді сендер уворачиваться еткен кезде, сендерге атқан кезде, қашқан кезде осындай әдем эмоциямен қашасыздар. Наконец-то анау қатып қалған камен құсамай бүйтіп жылжып тұратын. Солай анимедегідей слайд-шоу болып қашпайсыздар, енді адам ұқсап уроннан қашатын болсыңдар. Ол енді лично менің көп күткен нәрсем. Енді қуанышым болған.
Ал менин тағы да ең көп күткен нәрсем ол менин воля вооружением коскон кезде нормальный эффекттер чыгатын болду. Енді дауысын да өзгертет деп ойлойм. Тыңк эткизбей енді нормальный One Piece'тегидей адем дауыстар чыгарса болот. Енді мечтедин түрлөрү де барлыгы адем көрүнөтүн болду. А то капкара негр кусуп тыңк эткизип дауысы да эчтеге сынабайтын эди. Мага эми нормальный болотун болду. Ал енді видеонун соңуна да жеттик. Бизде енді соңғы көрсөтөтүн нерсем ол осындай Гидра острову калай өзгөретинин көрсөтөтүн болом. Осындай өзгөрөт Гидра острову. Жаңа мен сендерге ашын сүрөтүн көрсөткөм. Енді сендерге осындай видеосун көрсөттүм. Мына осындай адем болуп өзгөрөтүн болду. Сосын бизде астында көрүп тургандарындай воля вооружения, воля наблюдения, кен хаки, ушун барлыгынын секунду кай кезде толатыны көп нерсеси осындай секунду менен көрүнүп туратын болду. Енді бул да кайф. Сосын бизде осындай садактын реворгу, садактын адам кусап ататын болду. Наконец-то осындай мечтедин де түрлөрүн көрүп турсуңар, барлыгы өзгөрөт. Ошон кайф болуп турган. Ал видеону көргөндөрүңө рахмет. Сендердин барлыктарыңа от души. Менин осы YouTube каналыма тиркелип коюңдар. Сосын менин TikTok каналыма да тиркелип коюңдар. Менде YouTube'да скоро 2000 подписчик болот. 2000 подписчикке жеткен кезде мен конкурс жасайтын боламын фруктарга, сосын аккаунттарга. Так что подписка жасап коюңдар. Менин ол подписчиктериме аккаунттар отуу шансы көбүрөөк болот. Сосын менин Telegram каналыма кирип коюңдар. Бул жакта мен видеолорум качан чыкканын баардыгын айтып отуратын боламын енді. Сосын күндө конкурс жасауга тырысам мен ол жакта. Ошон канчалыкты көп подписчик болот, сончалыкты көп конкурс жасайтын боламын. Осы жака кирип коюңдар. Содан кийин ол жакта арасында аккаунттарды сливать этем. Осындай көп аккаунттар бар менде, солардын бирөөнүн арасында осылай чыгарам. Ким алып үлгөрөт, сол алып үлгөрөт. Сосын ким Bloxfruit'тан аккаунт сатып алгысы келет, или аккаунт фрукт, ошон көп аккаунт, көп фрукттар бар. Ким сатып алгысы келет, солар менин личкама жазыңдар. И не только Bloxfruit, тағы да басқа да режимдар, любой режим, любой ойын. Ошо калаган нерселеринен аккаунт сата алам, тауып бере алам. Видеонун соңуна да жеттик. Барлыктарыңа рахмет. Давайте.